Сәлем оқырман, бүгінгі шығарылымда күйеуін өлтіріп түрмеге түскен әйелдің оқиғасы жайында баяндап беретін боламыз. Әңгіменің соңына дейін тыңдап, комментарий жаза кетуді ұмытпаңыз. Енді қайта кездесуді жазбасын, деді мұны есікке дейін күзетіп келген офицер көзіне тік қарап. Иә, деді бұл. Қақпадан шыға берген сол маңдайына күн жарқ етті. 10 жыл болыпты күнді көрмегелі. Үф деп терең тыныс алып, ойы жеңілдеп сала берді. Мұны ешкім күтіп алмады. Алдында 3 айрық жол, оңға, солға және тура. 3 жолға кезек-кезек ұзақ қарады да қайта артына қарады. Естіген құлаққа түрпідей тиетін түрме деп аталатын мына мекенні көзге ыстық көрінді. Қимай ма қалай өзі? Тор терезе, тас қабырға, талай-талай тағдырлар. Бәрі мұның өмірінің бір бөлшегі. Қимай тұрғаны рас, бірақ алға қарай жүруі керек. 3 айрық жолдың қайсысымен жүретінін білмей біраз тұрды. Солға, жоқ енді сол жолға түсірмесін деп ойлады іштей. Оңға, әлде тура ма? Алдына келіп тоқтаған көлік иесі бұған есік ашып, отыр деді. Жыға танымаса да шырамытты. Неге ерте босатты десем, сен араласқан екенсің ғой, деді көлікке отырған соң. Ерте дейсің бе? 10 жыл аздық етті ме? Әлі 4 жылым бар ғой. Жасаған қылмысыңды өтеуге 10 жылда жетеді. Тағы 10 жыл отырғанда күйеуің тіріліп келеді деймісің? Неге олай еттің деп сұрады бұл. Баяғы махаббатымыздың құрметіне деп ойласаң қателесесің. Мен өз міндетімді атқардым, деді ерден. Яғни кез келген қылмыстық іске заң тұрғысынан ғана емес, адами психологиялық түсінік жағынан да қарадым. Сонда алдымен сен айтшы, бұлай істеуіңе не себеп болды? Тек осы сұрақты қоймашы, деді әйел. Мені 10 жылдан бері қинап келе жатқан осы сұрақ. Жауап бар, бірақ сендер үшін, басына іс түспегендер үшін бұл себеп емес. Өтінемін, осы сұрақты қоймашы, деді тамағына ащы өксіп тығылып тұрған әйел. Неге олай болды? 10 жыл бойы мені жегі құрттай жеген сұрақ тағы да тас төбесінде тұрып қалды. Бұл қылмыскер ме? Жоқ, олай емес. Мен қылмыскер емеспін. Тас түрменің тас қабырғаларын қақыратып айғайлағысы келетін кейде. Тағдырымда бар шығар дейтін кейін өзіне өзі басу айтып. Бұл қылмыскер ме? Жоқ, олай емес. Ешкім қылмыскер болып туылмайды. Бұл да анасына ақ туған, адал сүт емген, үкідей үлпілдеп өскен, тәтті-тәтті армандары болатын жас қыз еді ғой. Жақсылыққа жаны құмартын, адам баласы тұрмақ жәндікке де жәбір бермейтін. Сол сұлудың қылмыс жасауына не себеп болды екен? Сол күні әлі есінде. Екеуі ойда жоқта танысып қалды. Ол күнде әлі есінде. Алғаш сүйіскен. Екеуі үйленген күнде көз алдында. Екеуі ең алғаш 100 шайысқаны ше. Қалай ұмытсын? Бәрі де сол күннен басталған жоқ па? Алғаш ұрысты, кейін төбелесті. Төбелесті дегені болмаса көбіне жеңіліп қалатын бұл. Көбіне оңашада үнсіз жылап қалатын дәл осы әйел болатын. Қанеки, өмір кинодағыдай болса деп ойлайсың сонда сұлу. Кинодағыларды қарашы, аяғы ауыр әйелдерді қалай аялайды, ал біздің еркектерше. Аузына келгенін айтып ұрып соғып жатады. Өздері әйел болмаған соң қайдан түсінсін? Не ойлап кеттің? Ерден айнадан бұған қарап отыр екен. Ештеңе, деді бұл жүзін тайдырып. Бір түрлі қысылды ма, өзі де білмейді. Жол ұзақ, әңгіме айта отыр, деді ерден жолдан көз алмаған күйі. 10 жыл бойы 4 қабырғадан басқа ештеңе көрмеген адам не айтсын? Әңгімен сен айт. Менде не бар дейсің айтатын? Сен менсінбей кеткен соң өзімді сүйетін адамды тауып алғанмын. Бала шағам бар, жүріп жатырмыз. Менсінбей кеткен соң? Жай қалжың ғой, мейлі қалай айтсаң да, ит қорлыққа көнген адамбыз ғой. Ерден көлікті жол шетіне тоқтатты. Алдыңғы орындықта тұрған жылтыр пакетті ұсынып жатып, мынаны киіп ал, қалаға жақындап қалдық, деді де өзі көліктен түсіп кетті. 10 жылдан бері, 10 жыл емес-ау, 20 жылға жуық тас боп қатып қалған мейірім атты сезімдеріне қайтадан жан бітейін деді ме, тұла бойы әлдене шарпып өтті. Кезінде сүп-сүйрік болған, ал қазір тас түрменің тас қабырғаларын төбелей-төбелей тастай қатқан саусақтары дірілдей дорбаның ішін ақтарды. Көгілдір көйлек, талайдан бері дүрсілдей соқпаған жүрегіне жан біткендей. Саусақтары дірілдей 10 жыл бойы өзіне серік болған түрменің санды жейдесінің түймесін ағыта бастады. Қанеки киіп болдың ба, деді ерден. Бұл отырған тұстағы есікті ашқан ерден бұған қол созды. Түсіңіз, көйлек шақ келді ме, аяқ киімше, деді. Болатын тәрізді. Сұлу бір түрлі әйелге тән дауыспен тіл қатты. Яғни бұл
Әйелдің аты Сұлу болатын. Біле білсең, іс қағазыңдағы суретіңе қарап, сол арқылы дене бітіміңді көз алдым елестеттім де алдым. Көп таңдағаның көрініп тұр. Жүр, деді. Жол шетіне шыққан екеуі үнсіз біраз тұрды. Мұның қолына қол созған ерден жылтыр пакетті алды да жерде ақтарды. Адасып кетерде нөмірленген қара сұр форма әлден соң ақ гүлге айналды. 10 жылдық азабының өтеуі болған сұр форманы қимай тұрғандай Сұлу үнсіз жылап тұр еді. Ендігі жерде қателеспе, жамандық көрме, деді ерден мұның басын кеудесіне қойып. Сұлудың тұла бойы жібіп бара жатты. 10 жылдан бері, 10 жыл емес, одан да көп уақыт ер адамның еркелеткенін ұмытқан Сұлу бұған шыдай алмады. Бар пәрменімен ерденді итеріп салып айдалаға қарай жүгірді. Шамасы жеткенше жүгіріп барып құлады да ағыл-тегіл жылай бастады. Қарның ашқан шығар, бір тамақтанып алайық, деді ерден қалаға жеткен соң. Алдымен бір жуынып алайын, деді Сұлу. Жуынып шыққан соң ерден мұны мықты деген сән салондарының біріне апарды. Талай жылдан бері түрмек көрмеген шашын ретке келтіріп, бетіне бояу жаққан соң бағанағы еркек пішіні әлдеқайда ғайып болып, әйел кейпіне еніп қалғандай. Тас боп қатқан сезім пернелері де жібіп, бір түрлі майысып бара жатқандай сезілді. Қандай тамаққа тапсырыс бересің, Сұлу, таңдай бер, деді ерден даяша келген ас мәзірін мұның қолына ұстатып. Тамақ жегім келіп тұрған жоқ, бостандықтың өзіне тойып тұрмын ба білмеймін. Жоқ, олай болмайды, күн сағы ештеңе жеген жоқпыз, қазір тамақтанып аламыз да, кейін қонақ үйге барып түнейміз. Ертең-ертемен тағы жолға шығамыз. Даяшы тамақ салынған тәрелкені, одан соң сусын ішуге арналған ыдыстарды стол үстіне қойып жатты. Тырс еткен дыбыс шықпады-ау шіркін. Түрмеде болса, Сұлудың құлағына темір дыбыстардың тарсылы естілді. Іштей мырс етті. Өмір дегенді қойсаңшы. Кеше осы уақытта түрменің төрінде отыр еді, ал бүгін ең қымбат ресторанда отыр. Неге күлдің, деп сұрады ерден мұның жүзіндегі күлкі табын көріп. Жай, менен жасырып отырсың ба, бәлкім маған күліп отырған боларсың сен, Сұлу келіншек, деді ерден. Жоқ, саған емес, кешке осы уақытта түрмеде отырем, ал бүгін ресторанда отырмын. Соған күлкім келіп отырғаны. Және сөттің торағасымен бірге өмірде ештеңеге таңдануға болмайды. Қане сол үшін мынадан алып қояйық, деді. Қажеті жоқ, деді Сұлу. Жоқ, аламыз, бостандық үшін, кәнеке алып қояйық, деді. Мен ішпеймін, ерден. Ішесің, мен іш деген соң ішесің, деп ерден стол үстіне тұрған рюмканы бұған ұсынды. Бәлкім осы істеп отырған жақсылықтарының өтеуінде өтер дерсің. Сұлу қолындағы шанышқысын стол үстіне тарс еткізе де кете барды. Бағанағы әйелге тән кейпі жоғалып, қайта бұрынғы қалпына енгендей. Еркекке кигізген көйлек секілді етегі елбең-делбең етіп шығып кетті. Тоқта Сұлу, мен жаман оймен айтқан жоқпын, жай бұрынғыдай әзілдескенім ғой. Есіңде ме, бұрындары осылай сөйлесіп едік қой, деді ерден. Жас балаша артынан ербеңдеген ерден Сұлуды тоқтата алмай келеді. Біз енді бұрынғыдай бола алмаймыз, ерден. Сені білмеймін, бірақ мен енді бұрынғы Сұлу емеспін. Жарайды, кешір мені, Сұлу, жүр қонақ үйге барайық, күн ұзағына жол жүріп шаршадың, ертең қайта жолға шығамыз, деді. Жолға шығамыз? Қайда барамыз? Сен үйіңе барасың, ал мен қайда барамын, деді Сұлу. Пәтер жалдап беремін, сонда тұрасың. Жоқ, сен тағы жаман ойлап қалма, мен достығымыздың құрметіне, осындайда бір-бірімізге көмектеспесек, адамдығымыз қайсысы. Олай ете алмайтын шығармын. Неге енді? Жұмысқа тұрасың, кейін бәлкім балаларыңды әкеп аларсың, деді. Балаларым? Жоқ, олар мені жек көреді, көрмейтін де шығармын. Сұлудың ойына балалары түсті. Көзіне жас келіп, алқымына ащы бірдеме тығылды. Ол кезде олар кіп-кішкентай тұғын. Үлкені Даниярдың өзі енді 10 жасқа аяқ басқалы тұрған. Бақтияры 7-де, Мадияры небәрі 3 жаста еді-ау. Сол күні үшеуінің жылай-жылай сілесі қатып ұйықтап жатқандары күні бүгінгідей көз алдында. Содан бері Мадияры мен Бақтиярын көрген жоқ. Үлкен жігіт болған шығар, ал Данияр 5 жылдан соң ізінен келген. Сол күні қуанатын қабағы ұшқан. Ерте тұрғаннан есіне тұңғышының туған күні есіне түскен. Туған күніме балам, деді іштей аналық бар мейірімімен күбірлеп. Түске таяу Ахатова кездесуге деп шақырғанда таң қалған. 5 жыл бойы іздеушісі жоқ адамды кім екен жоқтап келген, деп ойлады. Шықты, қарсы алдында тұрған ұлын көргенде талып қала жаздады. Көзі қарауытып барып өзіне келді. Бас салып құшағына алды. Ал баласы тастай қатып қалыпты. Суық, әлі есінде. Қалайсың балам, Мадияр жақсы ма, Бақтияр жақсы ма? Ана жүрегі дүрсілдеп тезірек бәрінің хабарын білгісі келді. Қалай болушы едік, сен сыйлаған жетімдіктің ащы дәмін татып өсіп жатырмыз ғой,
деді баласы. Қалай сөйлейді мынау деп іште ойлаған сұлудың онсыз да жаралы жүрегі мұздап сала берді. Балам деме мені. Мен бүгін 15-ке толдым. Әкемнен де шешемнен де айырылғаныма 15 жыл болыпты. Бүгін мен сені көру үшін келген жоқпын. Тек ішімдегінің бәрін айтып кетейін деп келдім. Әкеңді әдейі өлтірді деймісің балам? Қалай болғанын өзің де білесің ғой. Әкеңнің қандай адам екенін өзің де білесің. Ол мені осылай істеуге мәжбүр етті ғой, деді. Сұлу жылап жіберді. Ал баласы тастай мелшиіп тұр. Қандай болса да ол менің әкем еді. Сол үшін де сені кешіре алмаймын. Сені жек көрем. Бақтияр мен Мадияр да сені жек көреді. Біздің анамыз жоқ. Сен біз үшін өлгенсің. Шешесі әкесін өлтірген қылмыскер деген сөзден қаншалықты жалыққанымызды білесің бе, анашым? Сұлу үнсіз жылады. Қайтсын енді. Мұны өзі қаламаса да қылмыс жасап, ауыр күнәға басқаны рас. Баласы түгілі әкесі мен шешесі, туған бауырлары да безіп отырған жоқ па? Менің енді сендей балам жоқ, шіріген жұмыртқасың, деген еді сотта әкесі. Шешесі егіліп ұзақ жылаған. Бұл елдің бәріне түрпідей көрінген. Бәрінің жанарында бұған деген жек көрушілік тұнып тұрған. Тек көрші үйдегі қара кемпірдің ғана тағдырыңды қайтесің балам дегенді естілер естімес күбірлеп мұны алып бара жатқанда айтқан болатын. Ылғи да серік деп сенген жарынан өлердей таяқ жеп өмірден түңіліп отырғанда тағдырдың да қайтесің деп жұбатады. Тағдырым шығар дейтін еді бұл. Таяқ жеуді де тағдырға жазады екен ау деп таң қалатын еді сонда. Ұлдан қайыр жоқ, бір қыз туып ал, өзіне қамқор болады дейтін еді сол көрші кемпір үнемі. Қойыңызшы апа, осы 3 ұлды өсіріп алайықшы, осы 3-еуінің тамағын әрең тауып беріп отырмыз ғой, деді. Өзіңе жанашыр болады дегенім ғой, ананың жайын қыз ғана түсінеді. Қара кемпір үнемі осылай айтатын. Рас екен ау, бір қызы болғанда мына баласы секілді шаптығып тұрмас беді, кім білсін. Үнсіз қалдың ғой, деді мұның ауыр ойының елтек-тәлтегін шығарған ерден. Не ойлап отырсың, деді. Балаларымды, олар қандай жігіт болып өсіпті екен. Данияр биыл 20-да, Бақтияр 17-ге толады. Мектеп бітірген шығар, Ал Мадияр 13-те. Мен кеткенде небәрі 3 жаста еді. Мен де оларды көре алмайтын шығармын. Неге көре алмайсың? Барсаң көресің ғой, деді ерден. Жоқ, туыстары жолата қоймас. Олар да мені жек көреді. Арада 10 жыл өтті. Шешесі қылмыскер деген сөзден енді құтылған шығар. Көздеріне көрініп жараларын қайта тырнағым келмейді. Олар сені жек көрмейді, сұлу. Қателесесің. Сені асыға күтіп отыр. Әсіресе кенжетайың Мадияр өте ақылды бала болған. Жасы 13-те демесең, әңгімесі үлкен адам секілді. Мадияр деймісің, оны көрдің бе? Қайда, қашан көрдің? Дегенде бұның көзіне үміт оты жаңғандай жарқырап кетті. Ол мені іздеп келді. Былтыр болатын. Қабылдауыма кірген кішкентай баланы көргенде менде не шаруасы бар екен деп алғашында таң қалдым, деді ерден. Менің анам Ахатова Сұлуды танисыз ба деп сұрады менен. Иә, ол менің сыныптасым болатын. Сен Сұлудың баласысың ба? Мамаң қайда, жақсы ма деп сен жайлы сұрадым. Мамам қазір түрмеде, деді балаң жасқанбай. Ол папамды өлтіріп қойды, деді. Не дейсің? Қашан? дей бердім мен қайталап. 10 жыл болды. 10 жыл, яға өкінішті. Қайғыңа ортақпын балам, қашан шығады енді анаң? Тағы 4 жылы бар. Балаңның менен қандай көмек сұрап келіп отырғанын айтпай-ақ түсіндім. Аға, мамамның мына дәптерін оқыңыз да өзіңіз бір шешімге келіңіз. Қолыңыздан келсе көмек берсеңіз деймін, деді балаң көзіне жас алып. Ерденің қолындағы қалың дәптер Сұлудың көзіне оттай басылды. Талай жыл жан сырласы болған дәптерге бар қызығы мен шыжығын, қуанышы мен қайғысын жасырған еді. Саусақтары дірілдеп алғашқы бетін ашты. Шыда жаным, шыдай түс, шыда тағы, шыдамды да мына өмір ұнатады деп бастау алған Мұқағалидың өлеңі осы 2 жылмен қайырылыпты. Әрі қарай оқуға дәті шыдамай мейманханадағы өз бөлмесіне асықты. Өткен күндерін қаншалықты ұмытуға тырысса да көлеңке секілді ізінен қалмай қойды. Еске алғысы келмесе де мына тұрған қалың дәптерге қайта-қайта көзі түсе берді-ау. Біз үй болып шаңырақ көтергенімізге бүгін 10 жыл деп басталыпты ең соңғы жазған дерегі. Сол бір қаралы күннің тарихи парағы. 10 жыл, 10 ғасыр секілді ұзақ әрі көңілсіз. 10 жыл бұрын біз қандай едік? Бір-бірімізді сүйетінбіз. Ал қазірше, егер бізді бүгін таныған адамға бізге 10 жыл бұрын бір-бірімізді шексіз сүйгенбіз десек,
күлетін шығар. Мен әлі де сүйемін дейсің ба? Енді бұл сөзіңе сене алмайтын шығармын. Оған өзің де сенімсізсің. Иә, біз бір-бірімізді шексіз сүюші едік. Алғаш үйленген кездеріміз есіңде ме? Бақытты едік қой, Шексіз бақытты едік. Көз тиді ме білмеймін. Арамызға от салушылар көп болды ғой. Олар бүгінде бақытты шығар, түк білмегенде өз шаңырақтарының астында шай ішіп отыр. Ал біздің шаңырағымызда содан бері ұрыс жанжал. Біз неге түсінсе алмаймыз? Арамызға от салуына біз неге жол бердік? Неге сен маған емес, оларға көбірек сендің? Не үшін? Бір жастықта бас қойған менің емес, көбірек солардың сөзін сөйлейтінсің. Әркімнің сөзіне еріп үйге келіп жанжал шығарушы едің. Соның бәрінде кешірген едім. Өзімді де, ашуымды да сабыр деген бір сөзге жеңдіруші едім. Сен қаншама ауыр сөздеріңді естіп жаным жараланса да, таяғынан тәнім жараланса да, айналып келіп сенің бауырыңа тығылып, өксігімді басушы едім. Сөйтсем, ол кезде мен сені сүйеді екенмін. Ал сен болсаң, сен менің үнсіз қалғанымды, өзге әйелдер секілді сөз қайтарып шу шығармағаным үшін кінәлі деп түсінеді екенсің ғой. Кешірген сайын есірер деп қазақ бекер айтпаған екен. Менің елге күлкі болмайық деп, не десең де үнсіз қала бергенінің соңы өзіме таяқ болып тиді. Енді міне сен үшін құны 50 тиындық біреу болып қала бердім. Бұрындары қайтып келген қыз жаман деп әке-шешемді жерге қаратпайын деген болсам, енді міне 3 баламды жетім қылмайын деп тағы бәріне көндігіп жүрмін. Оның соңы неге апарып соғарын кім білсін. Әзірге шыдап келемін. Көзенің 1000 күнде емес бір күнде сынатын секілді менің де шыдамым сарқылып, төзімім таусылып қаламы деп қорқамын. Сені көрсем, Әзірейілді көргендей қорқатыным бар. Сен мас болып көшенің басына көрінгеннен ақ балаларыңның зәресі түбіне жететін. Жұрттың баласы папам келе жатыр деп әкесіне жүгірсе, сенің балаларың папам келе жатыр деп тығылуға тесік таппай жүретін. Сенің әрбір ойраныңнан кейін ашуымның кімнен аларымды білмей аласұрамын. Мұндайда балаларыңның қылықтары да жақпай кетеді екен. Кейде жынданып кетемін деп те қорқамын. Өзіме қол жұмсағым келеді. Бұлай өмір сүргенше өлгенім де артық шығар деймін. Бірақ 3 ұлымды ойлап өзімді сабырға жеңдіремін. Әнеукүні де жүрегіме пышақты сұға салсам да өле қалсам деп ойладым. Бірақ 3 ұлымды қимадым. Бұлай етуге қолым бармады. Мен өлсем олардың күні не болмақ? Алқаш әке оларға сүйеу бола алар ма деп те ойладым. Әке-шешесіз бола тұра бақытсыз балаларыма жаным ашыды. Неге? Неге сен олардың бақытты болуға тиіс балалық базарларының шырқын бұзасың? Неге ішесің? Не үшін ішесің? 3 ұлыңның тағдырын неге ойламайсың? Неге олар күліп ойнап жүруге тиіс шақтарында бір бұрышқа тығылып зар жылайды? Ұрмашы папа деп шырқыраған дауыстары неге сенің жаныңды ауыртпайды? Менің тәніме, менің жаныма салынған жараны қойшы. Мен балалардың менің күйіме түскенін қаламаймын. Сенен алылмаған кегімді кейде бейкүнә балапандарымды ұрысып қайтарамын. Кейде үйдегі кей заттарды лақтырып сындырып қайтарамын. Оңаша қалғанда өксіп жылап даламын. Қайтемін енді, ал сен ақыл кіріп, ес тоқтатудың орнына жылдан жылға есіріп бара жатырсың. Сенің әрбір ойраныңнан кейін 3 жасар ұлыңның мама кеттік жеп жылайтынын білесің бе? Жоқ, білмейсің. Себебі сен бұл кезде ашуың тарқап, айызың қанып ұйықтап жатасың. Осындай кезде сені қылқындырып өлтіріп тастағым келеді. Жоқ, бауыздап өлтірсем бекен деп те ойлаймын. Жүрегіне пышақ сұғып алайын ба әлде басын балтамен бір қояйын ба деп ойланамын. Қайсысы оңай екен? Өзімді тежей алмай пышаққа жүгіремін. Өзімді ме, оны ма деймін ойға қалып. Қайсымыз балаларға көбірек керекпіз? Мен өлсем сен алқаштығыңды қоямысың? Қойсаң да өгей шеше балаларыма не күн көрсетер? Сен өлсең мен қамалармын. Мейлі, бірақ балалар сенің зәбіріңнен құтылады. Еркін өмір сүреді деймін іштей ойланып. Бүгін тағы да ішіп келдің. Алдымен менің, сосын балаларыңның сазайын беріп, айсың қанып, енді түк болмағандай қорылдап ұйықтап жатырсың. Жылап-жылап балаларыңның сілесі қатып ұйықтап қалды. Мен осы жолдарды жазып отырмын. Кейін оқысаң бәлкім қатеңді түсінерсің, балаларға қамқор боларсың деген ойдамын. Егер маған әлдене де болса, мейлі сені кінәламаймын. Тағдырыма жазылғаны сол шығар. Ойыма өткен күндер оралуда. Бір түйір бақыттың дәмін тата алмаған 10 жыл. Екеуміздің үйленгенімізге 10 жыл. Екеуміздің соғысымызға 10 жыл. Айтыс тартыспен 10 жыл өтіпті.
алда әлі қартайғанша тағы қаншама жыл бірге тұратынымызды ойласам, жүрегім ауырады. Жоқ, бұлай өмір сүру мүмкін емес. Мына көңілсіз тағдыр дөңгелегін өзім-ақ тоқтатқалы тұрмын. Қолымда пышақ, бірақ оны кімге саларымды білмей тұрмын. Саған ба, әлде өзіме ме? Ерден төсекке енді жата бергені сол еді. Көрші бөлмеден естілген шыңғырған дауыстан селк етті де тұра жүгірді. Қонақ үй қызметкері де келіп қалған екен. Есікті аша салып, жерде шашылып жатқан жиһаздар мен парақтарға көзі түсті. Сұлу деп айғайлап жіберді. Балконнан төменге қарап тұрған қызметші бас киімін шешті. Мұның жүрегі тоқтап қала жаздады. Сұлу. Мұны қызметші жігіт ұстап қалды. Сабырлы болыңыз аға. Неге бұлай еттің сұлу? Сені балаларың асыға күтіп отыр еді ғой. Көзінен жас шықты. Бірақ дауысы шықпады. Төменде құжынаған адамдар арасында жатқан келіншекті көрді де жүрегін ұстай қалды. Сондай әсерлі оқиға. Оқырман, егер қандай да бір ойыңыз болса, комментарийға жазып бөлісе кетсеңіз болады. Және де өздеріңіздің осындай оқиғаларыңызды YouTube арнасынан естігілеріңіз келсе, описаниядағы WhatsApp номеріне өз оқиғаларыңызды жазып қалдырсаңыздар болады. Оқиғаларыңыз анонимді түрде шығатын болады.